Баршаларыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Дәл қазіргі видеода, егер сіз Google Chromeмен жұмыс істеп отырып, осындай бірнеше вкладкаларды ашып тастайсыз, бірақ та сол вкладкаларды бөлек шығарып алғаннан кейін, қалған вкладкалар жабылып қалса, соларды қалай восстановить етуге болатынын мен сіздерге осы видеода көрсетемін. Ендеше бастаймыз. Мысалға, сіз Google Chromeмен жұмыс істеп отырсыз, бірнеше вкладкаңыз бар, мысалға осындай, Енді осылардың барлығын бөлек жауып тастадыңыз. Кейін Google Chrome'да ашқан кезде сізге осылай бір ғана вкладка ашылып тұр. Ал қалған вкладкаларыңыз жоқ. Енді осылардың барлығын қалай восстановить етеміз? Ол үшін мына жақта ең жоғарғысында 3 точка тұр ғой, соны басамыз. Кейін осы жерде история деген жерге кіреміз. Осы жерде көрдіңіз бе, сізде қанша вкладка бөлек ашқансыз, соның барлығы тұрады. Сол вкладканы басамыз да восстановить окно дегенді басасыз. Сізде осы уақытқа дейін ашылған барлық вкладкалардың тізімін ашып береді. Егер де пайдалы болса, тіркеліп қойыңыздар, себебі менің парақшамда пайдалы видеолар мен неше түрлі лайфхактардың сан алуан түрін таба аласыз.